Ассалаумағалейкум, қадірменді мұсылман бауырлар, біздің сүйікті көрермендеріміз. Енді мен күніге жоқ дегенде бір видео, күн немесе 3 видео, 4 видео салып отырам YouTube арнамызға. Және біздің инста парақшамыздың есімі Идеал Авто Корея өзгерген. Енді кешірім сұраймын, кішкентай әріптерден қателесіп кетіп жатырмыз. Ағайын бауырлар, ең бастысы мен Аллаға шүкір Кореядамын және осы ісімді қайтадан қолға алдым. Біз енді YouTube'қа шықпасақ та, бірақ қазір біраз көлікте сатылған. Бірақ оның бәрі видео монтажбен жұмыс жасау өте қиын. Қазір видео монтаж жағын қарапайым процессорда жасаймыз. Және сіздерге керемет мықты көліктер көрсетеміз. Маңыздылығы, Кореяда бір көліктің өзі бір күнмен 3 күнде сатылып кететін көліктер болады, және бір аптаға дейін созылады. Ең бастысы көлікті менің баған инста парақшама тікелей WhatsApp нөмірімен хабарласып, мына көлікті аламыз деп, Каспий кодқа задат беріп қойсаңыздар болды. Ол сіз беріп қойған Каспий кодқа задат берген көлік, ол сізден басқа ешкімге жазылмайды. Қалған одан кейінгі договор, доставканың ақшасы, көліктің ақшасы барлығы есептелінеді. Енді сол сіздердің көлікті алған кездегі қуаныштарыңыздың, мен де бір өзіме бұл көлікті алған кезде сіздердің қалай қуанатындарыңызды сезініп, әрбір опциялардың өзінің орны бар, соның бәрін біліп, өзімнің яғни қуанышымды, эмоциямды білдірем. Яғни сіздерді тура осы алған сияқты сіздердің орындарыңызды өзімнің орнымды қойып көремін. Ал енді біз бұдан кейін керемет сіздерге көліктер және видеолар болады. Күтіңіздер. Біздің арнамызға жай ғана қарап қоймай тіркеліңіздер, достарыңызға жіберіңіздер. Корея мемлекетіндегі сол корейский сериал көріп жүрген мемлекетте біздің баламыз сияқты жүр деп сезініп, бізге тапсырыс беріңіздер. Көліктеріңіздің жақсылап қарап жібереміз. Ал енді доставканың жолы бұрынғыдай 4 ай 5 айға кешікпейді. Оны максималды 3 айға немесе 1 ай мен 3 айдың арасында жолға ертең Қазақстан жетуді қарастырып жатырмыз. Оның проблемасы шешілді. Аллаға шүкір біз қайтадан қолға алдық. Ал енді сіздерге керемет Hyundai Santa Fe 2021 жыл 2.5 бензин 8 сатылы 281 аттың күші бар. Бұндай Santa Fe қазақстанский сборка нелерде бар, Қазақстанда құрастырып жатыр. Оларда 3.5 литр бензин немесе 2.4, 2.5 бензин шығып жатыр. Енді 2.5-тердің моторы және 3.5 мотор, MPI мотор, оларда кішкене ресурс дейді ғой, аз жүреді. Ал нағыз кореялық сборка ол әлдеқайда мықтырақ. Және осындай Santa Fe көліктері қазір Кореяның өзінде де азайып кетті. Ал енді бұл жақта полный 4WD көліктің максималды комплектациясы қазір енді көрсетеміз. Ағайын бауырлар, бұның түсі мокрый асфальт. Мына жақта титанкісін қарайтын болсаңыздар 255 45 20 өзіне керемет жарасып тұр. Және мынандай заводской меткадан аспаған, яғни пробегі өте аз деген сөз. Сіздер енді Кореядан салафанды ашып көлікті алмасаңыздар да, пробегі өте аз көліктерге ие бола аласыздар. Енді полный комплектацияда мына жақтарын бар, кожный, память сидениясы бар, аудио крыл системасы, полный плавый сидениясы бар. Мінекей мына жақтағы контрбазы барлығы кнопкамен, бар болғанда 274 километр ғана жүрген. Мультируль. Бір қараңыздар, бұрынғы Santa Fe'ден қарағанда әлдеқайда өзгерген. Опциялар өте керемет. Обшивкасы барлығы өте жақсы. Қараңыздар, мен бағана мына жақта мынандай бір батырма бар. Оны көп адамды онша біле білмейді. Мысалы терезе ашық тұратын болса, былай терезе ашық тұратын болса, ауаны тазартатын кезде мына шашаны бассаңыздар, терезелер жабылады және көліктің иісін әлдеқайда тап-таза тазартады. Керемет жақсы. Опциялардың барлықтарын қараңыздар. Тура полисеттағыдай 4 жүру режимі және
қыстық, тасты жер және песокқа арналған жүру режимдері бар. Мына жақтан барлығы таудан түсу, парктроник, 360 градус камера және тіпті көлікті парковкадан, яғни паркингтан екі жақтан көлік қысылып тұратын болса, жай ғана осы батырма арқылы кіргізуге және шығарып қойсаңыздар болады. Бұл заманауи технологиямен жасалған. Беспроводный зарядкасы бар. Керемет. Енді мына жақта енді 360 градус камера, скорость проекция, цветной. Мінекей. Және 360 градус камераны көрсетіп жіберейін. Мінекей, осында 360 градус камера болғандықтан айналаны тұп-тұнық көрсетеді. Ал арт жағына отырсаңыздар, қарасаңыздар, бұл нағыз бала шағаға, отбасыға арналған керемет көлік, 7 орындықты, күннен қорғаныс шторкасы бар, орындық жылытқышы, крыловый система. Негізі корейцтердің көліктері негізі әлемдік брендке мықты болып көтеріліп келе жатыр. 2 USB порты және ноутбуктеріңіз болса осындай 220 вольт зарядтап қолдана аласыздар. Жоғары жағы алькантара, панорама крышасы бар. Мінекей. Жай бір рет бассаңыздар жоғары жағы ашылады, ал 2 рет басатын кнопкасы бар. Қаттырақ бассаңыздар жоғары жағы панорамасы ашылады. Ал енді жай бір батырмамен көтересіздер. Мінекей, арт жағында қараңыздар, арт жағында жағдай жасалған. Арт жақта отырып та үшінші, бұл екінші десек болады, то есть екінші климат контроль, екінші зоналық. Арт USB және орындықтарды көтеру, енді мынау былай құлатып қою. Ал мына жақта көтеру полицеттағын емес, былай қолмен тарту арқылы. Мінекей, өте жеңіл. Тіпті артқы орындыққа да адам отырмаған екен. Бұл өте жақсаға. Сіздер керемет осындай көлікті алыңыздар. Енді Қазақстанның, Кореяның заңында су жаңа 0 пробегпен көлік жіберу өте проблема. Бағасы шарықтап кетеді. Сол себепті сәл жүрілген көлікті ала бергеннен дұрыс. Негізі бір 10 мың, 20 мыңға дейін негізі болады. Бірақ осындай мүлдем аз жүрілгендер қымбаттау шығады. Өте керемет. Енді мен өзімнің отбасыма алатын болсам, нағыз керемет көлік екен. Енді бұрын енді Mercedes, Audi, Volkswagen көліктер қазығатын едік. Ал енді кәрістер әлдеқайда керемет мықты көтеріп келе жатыр. Үлкен рахметімізді айтқымыз келеді. Ал енді көлікті кішігірім бір айдап сіздерге бір көрсетейін. Мына көлікте жүрісі өте жұмсақ, педальды басу өте ыңғайлы. Скорость проекциясы бар, 360 градус камера, тұнық және кореялық көліктер қазір енді бұл российский сборканы айтып тұрған жоқпын. Бұл корейстер басқа мемлекеттерде өзінің көліктерін құрастырып жатыр, бірақ именно корейский көліктердің сборкасы, жүрісі мүлдем басқаша. Бұл корейстер білет, өздерінде осының көліктерді бір жыл бұрын ете шығарып қояды, және моторы басқа мемлекетке сатылмайды. Енді ол басқа мемлекеттерде бағын MPI нашар моторлар қойылады, тіпті ходовкасы болсын, яғни енді ішіндегі обшивкасы, кожасын барлығы нашар. Ал енді мынау таза өздеріне арналған көліктерді қараңыздар. Мынаны ауызбен айту жеткізу мүмкін емес. Енді мен YouTube арна болғандықтан сіздерге барлығын ашып көрсеткім келеді. Өзім эмоциямды бөліскім келеді. Дұрыс түсініңіздер. Сәл аяғын тиіп кетсе, орны жылып тұр. Бұда 2.5 турбо бензин, бірақ 4 литр аттың күшін бере алады. Және сіздер турбодан қорқпаңыздар. Бұл көлік айдаған кезде жанармайды ең сапасын құйыңыздар. Себебі Қазақстанда 92-нің өзі төмен, на самом деле шынап келген кезде 95-тің өзі одан төмен қойды. Сол себепті жоқ деген кезде 95 құйғандарыңыз дұрыс. Енді Қазақстанда да біраз көліктер кеткен. Аллаға шүкір, Кореяның көліктеріне ешқандай бізге кредиттер
анау болып қалды, мотор істемей бүйтіп қалды деген не тек біреуінде ғана болған. Ол енді бір газ көлігінде бір газды бір бензинге ауыстырып, сол кезде бір проблема болды. Ал енді тек қана таза біз жуып шайып салып жіберетін болсақ, жақсылап қолдансаңыздар, ешқандай проблема болмайды. 250-де шақты көлік кеткен, барлық керемет. Мына көлікке шынымен көңілім өте жақсы толды. Енді біз бұл көліктің осыға дейінгі шыққан кузовтан айдағанбыз. Оның өзі де кішкене бір жақсы еді, бірақ сәл-сәл бір жесткий болып көрінген. Ал мына жақта жұмсақ. Енді біз бұл көліктің шынымен енді трассада айдағанбыз, бірақ ол жақта енді бір видеоға түсіріп істей алмадық. Ал енді қазір мына жақтан кішігірім жүресін білем, бірақ мына жақта сәл өзім айдағаның өзінде де мықты. Ал енді бір меню мына кәрісше жазылып тұр ғой. Бұл уайымдамаңыздар, бұны английский тілге ауыстыруға болады. Соны қолдансаңыздар, барлығы түсініктірек болады. Мінекей екі тіл бар, инглиш. Сол ағайын бауырлар, енді видеомыздағы бір-екі нәрсені өзгерту немесе көліктің осына жетін жақсылап түсіндір деп сұрақтарыңыз болса, оны комментарияға немесе тікелей хабарласаңыздар, толық ақпаратты береміз осы көлік жайлы. Сол сіздермен бірге болған Нұрлан. Енді тағы да бір келесі көлігіміз бар. Сол жақтан біз бара жатырмыз. Қазір оны осы маңайда болса керек. Осы маңайда болса, онда біз оны да видеоға түсіреміз. Видеоны жалғасын көріңіздер. Тіркеліп се дегенді бассаңыздар, онда біздің видеомызды бірінші болып көретін боласыздар. Жақсы, сау болыңыздар.